Ассалаумағалейкум баршаңызға. Сенімен бірге мен Мирас. Бүгін біз 19-шы версияға обзор және выживание түсіретін боламыз. Бүгін біз бірден драконды ұтып кетпей, жай ғана өмір сүретін боламыз. Егер қалсаңыздар, келесі бөлімдерде драконды ұтуға тырысатын боламын. Ал біз қазір жай ғана обзор ретінде выживать етіп көретін боламыз. Бұл обзор әрі выживание. Ал енді кеттік. Мінекей загрузка қосылайын деп отыр. Бұл 19-шы версия, жаңадан шыққан. Енді біз осы версияда выживать ететін боламыз. Мен бұрындарда осы версияда ойнап жүрдім, бірақ бұған обзор жасаған жоқпын. Ал енді выживаниемізді бастайық. Кеттік. Ағаштарды вывод етейік. Ағаштарды алып тастайын, одан кейін сразу ауылды іздеп кетемін. Әйтпесе маған выживать ету қиын. Өйткені 19-шы версияда мобтар көп. Ой, мынау не қылып отыр? Кеттік. Шақты. Бір ашық жер тауып алу керек еді. Осы версияға мен обзорды келесі бөлімде творческийда жасап көретін боламын. Себебі 19-ға қосылған заттар өте көп, оны жасау мүмкін емес. Мүмкін емес заттар да бар. Қазір мына таудың үстіне шығып алайық. Оймен қатып жатыр. 19-шы версияда сәл қатады, бірақ өте күшті версия. 18 сияқты қосылу ұзақ тұрмайды. Қосылып кетеді сразу. Ой. Сумен ақ көтеріле салайыншы. Сумен көтерілген не болды менің? Күшман бәрі. Мінекей тауың төбесіне де шықтық. Неге мен шықтым десеңіздер, өйткені осы жақтан барлығы анық көрінеді. Және де ашық жаққа барамын. Ой, мә. Анда-санда өсіп сәл қатады, бірақ негізі бұл өте жақсы версия. Осыны сіздерге де тартсаңыздар болады. Осы версияны қалай тартатынын мен кейін көрсететін боламын. Осыдан кейінгі видеода. Мінекей шахтамызды да таптық. Бұл видео ұзаққа созылып кетуі мүмкін, өйткені выживанияны білесіздер ғой. Ұзақ болатын. Бірақ мен барынша қысқа қылуға тырысатын боламын. Кеттік, выживаниямызды бастайық. Ағаштарды алып алайық. Жасайық хэштег. Ой.
Яқта бір шақты бар сияқты. Бұяға мен кейін келетін шығар. Хотя жоқ, бармай қоя салайын да. Бұрын тозда шақты көп қой. Егер де тағы да выживание қаласаңыздар, онда 1000 лайк жинап 100 подписчикке тезірек жетейік. Сонда мен выживание летсплейлерді көп түсіріп тұратын боламын. Әрине, үй салуды мен тастамаймын. Майнкрафтта үй салуды өте қатты жақсы көремін. Менің егер алдыңғы видеоларын қарап кетсеңіздер, бір үй салғанмын, неге ол үй ұзақ уақытқа созылып кетті десеңіздер, өйткені видео түсіретін приложение сәл қуып жатыр. Сондықтан аяқ асты өшіп қалып жатыр. Сондықтан үйді басынан салуыма тура келіп тұр. Мен 3 рет басынан салдым сол үйді. Бірақ дыбыссыз шығып қалды. Техникалық ақауларға байланысты дыбыссыз шығып жатыр кейбір видеолар. Оған мән бермей қойыңыздар. Мен бүйтіп қазып отырмын. Кеттім. Ал енді ауыл іздеп көрейін. Бронтоз ауыл тез табыла ма екен көрейінші. Ойбай. Ал мен ашық жаққа шығып алайын. Мен қарным ашып отыр екен ғой. Любой моб болсын өлтіре саламын. Топорым тастап алайын. О, ауыл. Жолы балар жігіттің деңгеш жаралдан. Қуып атсаң ба? Кешір, сиыр. Бірақ сен өлтіргім келген жоқ. Кетші. Жемейін. Малдар безавит отыратқанда. Бірақ мен қарымғаш. Ол как раз бар екен ғой яқты жейтін нәрсе. Түн болып баратыр. Үй таңдап алуым керек сразу. Осындай мобтар көп, үйлер бар жерлерге кесе қатады сәл. Бірақ ол ұзақ уақыт емес, туырланады кейін. Осы версияда мен достарыммен выживание ойнап үйлер салып түсірейін ба? Комментарий жазып кетіңіздер. Сигналатқа көмектай салайыншы. Ой. О, анандай үй керек болып тұрады как раз. Ой, кір мобтар келеді. Жетер кешіресің ғой, бірақ маған үй керек. Кәдімгідей азайып кетті ғой голод. Печка. Тамақтарды пісірейік. Сен ұйықтасаң бәрі азан болмайды, мен ұйықтаймын. Жасауды басадың ба? Кетші.
Zombiler. Bok koydu. Birine koyup koyunduk. Niye mi birine koyun diye sıratkan жарысар. Өйткені ауылда жетілдер азайып кетпес үшін. Білесіздер ғой, зомбилар по-любому уақыт өлтіре салады.